Баршаға сәлем, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, менің парақшама тіркеліп, қолдап, достарыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бүгін сіздерге мен осындай үй жағдайында жасалатын, дүкендіктен еш кем емес балмұздақтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға өте қатты ұнайтынынан сенімдімін. Өте керемет болып шығады. Сіздер бұл балмұздақты дүкеннен 200 теңгеге сатып аласыздар. Бар жоғы бұл жерде 1,5 теңгеге неше мороженое жасасаңыздар да болады. Мен кемінде 20-30 мороженое жасадым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл жерде қазір 3 түрлі мороженейдің рецептімен бөлісетін боламын. Құлпынай қосылған және де шоколад қосылған, жай ғана пломбир. Ал достар, мінекей бірге жасайық. Жасалу жолы өте оңай. Рецепті сақтап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ең алдымен біз 33%-ық кез келген сливкиді қолданатын боламыз. Небәрі 2 заттан осындай керемет балмұздақты жасайтын боламыз. Осылай міндетті түрде ескеретін жайт, біздің сливкиіміз өте мұздай болу керек. Одан кейін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеген кезде ең алдымен баяуынан бастап бірте-бірте жоғарыға қосып миксерлейтін боламыз. Осылай жақсылап қатты миксерлеп болғаннан кейін сливки өз формасын ұстаған кезде біз, яғни молоко, сгущенканы қосатын боламыз. Сгущенканы қосып, барлығын бірінші жай айналдырып алып, сосын миксермен жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Мінекей біздің сливкиіміз осылай өз формасын ұстады. Одан кейін біз осыны 3 ыдысқа бөліп аламыз. 3 түрлі жасайтын болғандықтан. Сосын мен осындай шоколадты қолданамын. Сіздер де кез келген шоколадты қолдансаңыздар болады. Негізі ұсақтап тураған дұрыс екен. Мен кішкене үлкенде оқып турап едім. Барынша ұсақтап тураңыздар. Сіздерге кішігірім кеңес. Осылай жақсылап барлығын турап, бір ыдысымызға шоколадты салып, одан кейін үстіне сливки, яғни дайын болған сливкиімізді саламыз. Одан кейін екіншісіне мен екінші мороженемізға мен клубниканы салдым. Клубниканы да барынша ұсақтап турасаңыздар өте керемет болады. Осылай барлығын турап салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Егер де клубниканың түсі қызыл болған қаласаңыздар, мейлінше краска, яғни краситель қоссаңыздар болады. Егер керек емес, жай ғана клубниканы өзімен істемесеңіздер де өте керемет болады.
Мінекей менің 3 түрлі мороженем дайын болды. Ал үшіншісіне ештеңе қосқан жоқпын. Осылай арнайы кондитерский мешокқа немесе қасықпен де құйсаңыздар болады. Негізі осылай пакетикпен құйсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы. Осылай бірінші клубникаларымды қойдым. Одан кейін шоколадтарымды, сосын жай ғана пломбирдің өзін құйдым. Сосын кемінде морозильникке 4-5 сағатта тұрса өте керемет болып қатады, өте керемет болып шығады. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Мінекей қыздар, қараңыздаршы, менің мороженеларым дайын. Морозильникте кемінде 4-5 сағат тұрды. Осындай өз формасын керемет ұстады. Қараңыздар, бұл бізде құлпынайдан жасалған өте керемет болып шығады екен. Шын айтам, достар, міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Ал мына жерде бізде шоколадты майда турасаңыздар ешқандай кедергі болмайды екен. Мен кішкене жуан турлағандықтан осындай кедергілер пайда болды. Сол себепті міндетті түрде майда тураңыздар. Дәл осы массаға кез келген нәрсені қоссаңыздар болады. Бананмен, немесе апельсин, мандарин, киви секілді заттарды қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз, немесе жай ғана осылай жесеңіздер де болады. Ностальгияның дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса рецепті сақтап, достарыңызбен бөлісіп, пікіріңізді комментарияға қалдырып кетіңіз. Егер де жасап көрсеңіз қалай болды. Аз болсын, сіздермен болған Алтынай, сау болыңыз.